Аллаху әкбар. Бар. Мына жерде бә жіңішке. Көп кісі бар деп оқуы мүмкін. Бар. Өйткені ро әрпі бізге сукунмен тоқтаған кезде ол жуан оқылады. Өйткені алды фатхалы. Сол кезде мынау роның жуандығы б әрпіне әсер етіп бар деп оқып жібереді. Оны өзімізде сөйтіп оқығанбыз. Сондықтан бә жіңішке, ро жуан тоқтаған кезде. Аллаху әкбар. Бар деген сияқты. Келесі Аллаху әкбар. Осы Аллаху әкбар деген сөзді 4 рет айтамыз. Егерде екеуін бірге қосып айтамын десеңіз, даммасыз. Аллаху әкбар деп ро әрпін фатхалы халде кіріп кетеді мына жерге. Даммамен емес. Кейін әшхәду. Әшхәду. Осы жерде кейбір кісі әшхаду деп оқуы мүмкін. Хығып, сәл жуан қып. Әшхә. Хә жіңішке. Кейін әшхәду деп екке созып жібереді. Ол созылмайды. Тек әшхәду. Әллә. Ән, лә емес, мына нун лыға кіріп кетеді. Әллә. Әллә. Созылады. Әллә. Иләһә. Иләһә. Иллаллах. 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 Мына әрпіне тоқтаған кезде әрпін білдіріңіздер. Иллаллах. Иллаллах. Көбінесе өзімізде анау Алла деп қалып кетеді. Өйткені мынау әрпі жеңіл, жіңішке және әлсіз болғандықтан кейбір дыбыс алдына күш салмаса естілмей қалады. Яғни мен Алладан басқа құлшылыққа лайық Құдай жоқ екендігіне не дейді? Куәлік етемін дейді. Келесі әшхәду. Әшхәду. Тура жаңағы айтқанымыздай әннә, әннә салынады. Әннә деп созылмайды. Ол кезде әннә деген бұл сөз расында деген сөзді растайтын. Ал әннә деп соз жерсеңіз расында біз деген сияқты мағына өзгеріп кетеді. Сондықтан созбаймыз. Әннә Мухаммадар. Мына Мухаммадан деп оқылып жатқан мынау тәнуин өзінен кейін р әріпі келсе соған кіргізіліп оқылады. Мухаммадар. Мухаммадар Расулуллах. Расулуллах. Әшхәду әннә Мухаммадар Расулуллах. Және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алланың елшісі екендігіне куәлік етемін. Хайя. Хайя. Алас. Алас. Со әрпіне жуан кіреміз. Алас сала еместе, немесе сала емес. Бізге айтатын еді, сала деп кейбір кезде айтып кететін кезде салат деген сияқты сөз шығады. Бұл жерде со. Алас сала. Намаз. Салат емес, намаз. Хайя алас сала. Яғни намазға асығыңдар дейді. Хайя алал фалах. Салах дегенде бізде жұмсақ ха. Ал мынау ха сәл буылатын. Фалах. Буылып шығатын айн әрпінің тұсындағы, айн әрпінің махраж орны бірдей ха әрпі. Құтылуға асығыңдар. Яғни не? Тозақтан құтылуға асығыңдар. Кейін бізде Аллаху әкбар деген бағанағы бірінші айтқанымыз тағы да қайталанып 2 рет. Кейін ла иләһә иллаллах деген сияқты. Алладан басқа құлшылыққа лайық Құдай жоқ екендігін Құдай жоқ дейді. Ал таң намазында не деп қосамыз? Ас-салату хайрум. Мына ро, мына мимға кіреді. Хайрум минаннаум. Ас-салату хайрум минаннаум. Расында намаз таңғы уақытта, таң намазында қосылатын. Ол уақытта не бізде? Ұйқы тәтті болады. Бірақ расында не дейді? Намаз ұйқыдан қайырлы дейді. Үйреніп алыңыздар жақсылап. Өздеріңіздің балаларыңызға ат қоясыздар, немесе көршілеріңізге, туыстарыңыздың баласына, немесе азан айтылған кезде оған жауап ретінде айтасыздар. Сондықтан дұрыс оқылуын үйреніп алыңыздар. Пайдалы болсын.